Республика көлемінде 15-17 ақпан аралығында құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында мүлдем төзбеушілік акциясы болып өтті. Осы орайда Арыс қалалық Арыс 1 станциясында шелік полиция бөлімінің қызметкерлері мен ерікті жастардан құрылған топ қала тұрғындарының арасында түсіндірме жұмыстарын өткізді. Акцияның негізгі мақсаты азаматтардың құқықтық санасы мен мәдениетін арттыру, халықтың арасында тәртіпсіздікке және ұсақ құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік қағидатын қалыптастыру. Сондай-ақ қоғамдық тәртіп пен азаматтардың тыныштығына әсер ететін ұсақ құқық бұзушылықтарды ескерту және анықтау болып табылады. Шара барысында Арыс 1 станциясындағы желілік полиция бөлімінің инспекторы, полиция аға лейтенанты Еламан Төреханұлы темір жол бойындағы бұзақылықтардың алдын алу шараларын тілге тиек етті. Көліктегі полиция департаментінің 2021 жылға арналған ұйымдастырушылық және практикалық іс-шаралар жоспарының 4-ші тармағын орындау мақсатында тәртіпсіздікпен және құқық бұзушылықтың алдын алу мүлдем төзбеушілік қағидатының ағымдағы жылғы 15-17 ақпанда тәртіпсіздікпен және құқық бұзушылықтың мүлдем төзбеушілік қағидатын кең көлемді акциясы өткізілуде. Рейд барысында азаматтардың құқықтық мәдениеттілігін қалыптастыру бойынша Арыс 1 вокзал арқылы өтетін жолаушылар мен темір жол жұмысшыларына түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Яғни әр азамат кез келген құқық бұзушылықты көргенде немқұрайлылық танытпай арнайы органдарға хабарлай отырып, қоғамда кез келген құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік қалыптастыруға өз үлестерін қосу қажет. Сонда ғана қоғамда қылмыс, оның ішінде ең ұсақ құқық бұзушылық пен мемлекеттің заңдарын бұзушыларға жаза қолданылмай қалмайды. Сондай-ақ құқық бұзушылықтар мен қылмыс жасағандар үшін тартылатын жазалар бойынша профилактикалық әңгімелер жүргізілді. Қазақстан Республикасында қылмыскерді табу, қоғамды зиянды субъектілерден тазарту процесімен ішкі органдар айналысады. Ішкі органдардың басты жұмысы қоғамдық тәртіпті сақтаумен бірге құқықты бұзған тұлғаларды сот алдына тарту. Сондықтан да құқық бұзушылықпен айналысатындар өздері де жоғарғы моральдық көзқараспен, физиологиялық және психологиялық эмоционалды жағынан сау, жоғары білімді, адамгершілігі мол тұлғалар болуы керек. Алтынбек Амид, Аяулым Қалдыбек қызы Бағдат Қайратұлы, RTV жаңалықтары.